Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге алмалы бәліш Шарлотка деп аталатын пирогтың рецептісін ұсынатын боламын. Өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өзімнің каналымда неше түрлі рецепттермен сіздерге бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа, оның үстіне шекерді салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Миксермен жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне сұйық май, қаймақ қосып, жақсылап миксермен араластырып аламыз тағы да. Сосын електегі ұнға қопсыздықшты қосып, електің ішінде араластырамыз. Дайын болған ұнымызды қамырымызға аз-аздан салып араластырып отырамыз. Сосын майдалап туралған алманы қамырымызға саламыз, жақсылап біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Сосын 22 сантиметрлік формамызға дайын болған қамырымызды салып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Енді әсемдік үшін пирогымыздың бетіне алмаларды өз қалауларыңыз бойынша турап сәндесеңіздер болады. Мен осылай сәндеп жатырмын. Сосын 180 градусқа 50-60 минутқа пісіріп аламыз. Дайын болған пирогымыздың бетіне қанттың ұнтағын себеміз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Өте оңай әрі дәмді шығады. Дайындап көріңіздер.